Қайырлы күн баршаңызға. Үй жағдайында айранды ұйыту әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны толық қараңыз. Сүтімізді арнайы ыдысқа сүзгіш арқылы құйып, газдың астын қатты қойып, сүтімізді пісіріп аламыз. Міндетті түрде қарап тұрыңыздар, тасып кетпеуі керек. Осындай көбік пайда болады. Ол көбік суыған соң қаймаққа айналады. Жылы температурада тұрған сүтті тым қатты ыстық немесе суып қалған болмау керек. Жылы температура тұрған сүтті арнайы ыдысқа құямыз. Құйып болғаннан кейін жарты шай қасық айранды пиалаға құйып, үстіне бір ас қасық жылы сүтті құйып, жақсылап араластырып, жаңағы дайын болған жылы сүттің үстіне құйып, оны да бір рет қасықпен араластырып шығамыз. Ыдыстың қақпағын жауып, осылайша жақсылап орап қоямыз. 3-4 сағат тұрғаннан кейін біздің айранымыз ұйып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай деңгейде болады. Одан кейін оны бір түнге қойып азанда алсаңыздар, тіпті керемет болып шығады. Осымен біздің айранымыз ұйып бітті. Үй жағдайында айранды осылай ұйытсаңыздар болады. Қазір айранға қасықты салсам, қасық тұратындай айран болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұны әбден қозғасаңыздар, тура биос сияқты болып шығады. Одан сайын дәмін керемет қып келтірем десеңіздер, әбден шайқалған айранның үстіне құлпынайдың, өріктің, яғни тосаптың суын құйсаңыздар, тура биос сияқты болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Айкони Фудқа тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын!